кейін келген бала неке дұғасын оқытамын деп тұрғанда күшпен оқуға болады. Ал келген бала неке дұғасын оқымаймын десе, оқытпаймын десе, онда неке қиюға табылмайтын жолдар бар. Сондықтан жеке өз-өздігіне ұстайтын себебі осы. Ал енді ең алдымен Мұрат баласы Айкүн Үсен Серікжан Бөкетпенен Алла Тағаланың әмірі бойынша, пайғамбарымыздың сүннеті бойынша, ата-бабаларымыздың жолы бойынша неке дұғасын оқытып, неке суын ішуге разысың ба? Разысың ба? Разысың ба? Серікжан Бөкетпен Мұрат баласы Айкүн Үсен Алла Тағаланың әмірі бойынша, пайғамбарымыздың сүннеті бойынша, ата-бабаларымыздың жолы бойынша неке дұғасын оқытып, неке суын ішуге разысың ба? Разысың ба? Разысың ба? Одан кейін жаңағы куәгерлер сіздер Алла Тағаланың алдына дейін осы екі бала Серікжан Бөкетпен Мұрат баласы Айкүн Үсен неке дұғасын оқытып, неке суын ішуге Алла Тағаланың алдына дейін жаңағы сіз куәгерлер болып шыдайсыздар ма? Шыдайсыздар ма? Ал одан кейін жаңағы ал одан кейін мәхір хақы ретінде жаңа айтыпты. Серікжан Бөкетпен Мұрат Айкүн Үсенге мәхір хақыңды атайсың. Мына жаңағы сиыр деп атадың ба? Осы залы берілу керек. Одан кейін жаңағы мына неке түзуге де оған кірістіріп жатады. Оны қосып айтуға болады. Мысалы, кейбір жерлерде мен мәхір хақ туралы қайтадан бір түсінік бере кетейін да. Кейбір жерлерде мысалы үлкен нәрсе атайды. Негізі шын мәнінде өте үлкен нәрсе атауға болмайды. Неге? Неге дегенде мүмкіндігі болмай қалуға болады. Мүмкіндігі болмай қалған жағдайда үлкен нәрсе сұрайса, анау мен берейін деп қойып артына берілмей қалса, неке бұзылып кетеді. Сондықтан жаңағы ата-анасына да ақылдастым, көпшіліктің өзіне де ақылдастым. Жаңағы бір сиыр деді, осыны жаңа мәхір хақ ретінде аз болса да шын ниетпенен бергеннен кейін шын ниетпен қабыл алу керек деген сөз айта кетейін. Бұл мәхір хақының көптікпен аздығында емес, шын ниетпенен берілу. Ең бір дұрыс нәрсе. Мұрат қызы Айкүн Үсен Серікжан Бөкетпен мәхір хақ ретінде берген бір сиыр немесе және де неке жүзіктерін қабыл көріп аласың ба? Қабыл көріп аласың ба? Ал енді осыменен жаңағы бірыңғай шарттардың немесе орындадық. Одан кейін неке туралы жалпы барлықтарыңызға бірге түсінік берейін. Неке деген бір межеде неке дұғасын оқытып қана суын ішіп қана кетіп қалатын нәрсе емес. Бұл өмірде некені сол ақ қалпында Алла Тағаланың алдына дейін алып баратын сіздердің міндеттеріңіз. Бұл өмірде жақсы тіршілік, жақсы өмір сүріп, ата-анасын, туған-туыстарын сыйлайтын үлгілі отбасы болатындай мықты отбасы болу керек деген екшілер айтады. Мына ойнап болса айтса да бұзылып кететін, теріс жолға кетіп қалатын екі-үш түрлі нәрсе бар. Ең бірінші де ойнап болса да Алла Тағала Алла жоқ деп айтатын болсаңыз, жаңағы айтқан иманды жай бір айта салған сөз болдырып, жаңағы ойнап болса айтсаңыз, ол шындыққа кетеді. Сіз діннен шығып кету бар. Сол сияқты некемен де ойлауға болмайтын нәрсе. Бізде өмірде бір қарап жүргенде біз неке бұзылып кететін, істеп жүретін жағдайымыз бар. Мысалы бір мен ойнап болса да некемді бұздым дейсең, неке бұзылып кетуі мүмкін. Сондықтан некені бұзбай Алла Тағаланың алдына дейін алып бару сендердің міндеттеріңіз.
бұл өмірде жақсы тіршілік ету керек, ұрпақты болу керек, ата-анасын жақсы сыйлайтын мықты азамат болу керек. Бұл тәрбиелік жол. Сондықтан неке бір ойнайсың нәрсе емес, соны ерекшелеп біз айтуға да тиістіміз. Үлкен сыйлайтын, кішіге құрмет көрсететін, кішіге үлгі болатын, сондай мықты азамат болуларын керек. Жалпы ата-ана баласын жаман болсын демейді ғой. Ол тілемейді. Бірақ сол ата-ананың үмітін алып жүріп сөйлеген керек. Сондықтан неке қимас бұрын жалпы енді үлкен адамдар батасын беріп, неке қиғанда имамдар жаңағы осындай уағыз ретінде бір жағы кеңес ретінде шындай жақсы сөйлеген нәрсені айтып жүр. Соны сендер қабыл алып жүректеріңмен соған сеніп, соны бұл өмірде орындау сендердің міндеттерің. Мықты болыңдар, мықты азамат болыңдар, ата-аналарыңның, үлкен кісілердің батасын алып, берген батасын сендерге тағысын, сол батасы менен айтқан ақылы менен сендер бұл өмірде ерекшелік бар. Ал енді барлық рәсімдер атқарып, неке дұғасын оқимын, неке суын ішкіземін, содан кейін барып аяқтаймыз деген сөз. Сен қызметшісің бір жағынан. Екеуіңе анекеу бөліп ішеді. Сен апарып келесің. Сосын әбден ішкенмен бисмилла деп ішінде. Әр нәрсені істегенде, әрбір ас ішкенде бисмилла деп ішуге тиісті. Екеуің бөліп ішкенде. Содан кейін барып, жаңа жүзіктердің санында. Түбінде су қалдырмаңдар, бірақ ішіп. Кең бөліп ішінде. Біреу мол ішіп қойды. Біреу мол ішіп қойсаңдар, бұл өмірде де бір озыр болып кетесіңдер. Сондықтан екеуі тең. Бір бауырсақ болса да өз сөзде жедеген қазақтың сөзі бар. Осы сөзде осы неке суынан басталады. Сен бөліп ішті. Ал кім сала ғой? Көкеде сен сәкен Бисмиллахир-рахманир-рахим деп сала ғой. Canlarım baqtlı olunur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi sallallahu aleyhi ve sellem ahmetesini Allah'a kabul et. Dinlerini sağlık baslarından canlarını zamanı benim kıymetlerin kabul et. Allah'ın rahmeti Peygamberimizin şefaatini yaxşılığın bir qiyinchilikdan, falaqalardan, jaladan amasaqda ata-anasının, ağam dostlarının, gözlerinin nuru maqtanishi bo'lsin. Barliq niyetliklerimiz kabul etib bergen dua, bergen batalarımızda Allah Teala kabul etsin. Bu iki bavurumuzun ak nekesini Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Hadice anamızın ak nekesini değil. Doldurun Allah Teala nasip etsin. Barliq niyetliklerimizde Allah Teala kabul etsin. Kabul etsin. Bu ömürde tek kana bakıt yolu ise o sıyıklarımız var. Allah Teala nasip etsin, ata-anasına, tuğan-tuğuslarına Allah Teala жақсылық versin. Hasiyetli bugünkü cumanın hasiyetin, bugünkü cumanın nurun, şefaatinin, жақсылығын Allah Teala nasip etsin. Taqabbal innaka entes semiul alim ve gfirna ve gfir lana warhamna ente mevlana fansurna ve qamil kafirin ve selam mursalin velhamdülillahi rabbil alamin bi rahmeti ya Allah. Al kabul olsun. Ballarımız bak.